результат вот этой... Бүгінгі біздің кездесуіміздің нәтижесі кәсіпкерлер үшін тиімді болады деп ойлаймын. Қаланың әрі қарай дамуы үшін қала әкімі ретінде кәсіпкерлердің көтерген мәселесінің шешімін шығаруды сұрай отырып талап етеміз. Каждый день аким области Күнделікті облыс әкімі Шығыс Қазақстан облысы бойынша барлық қала аудан әкімдерімен сонымен қатар облыстық бас санитарлық дәрігермен бірге өңіріміздегі коронавирус инфекциясының таралуын тежеу үшін онлайн жиналыс өткізеді. Сол жиналыс төңірегінде сіздердің көтерген мәселелеріңізді облыс төңірегінде қарастыратын боламыз. Қаулы 23 сәуірден бастап ертең күшіне енеді. Онда көрсетілген 3 мамырға дейін деп. Сондықтан ертеңнен бастап сол қаулының талаптарын орындалуын біз қадағалайтын боламыз. Енді бұл кісілерден де әртүрлі өздерінің ойлары, пікірлері түсті бізге. Қала әкімі облыс басшыларымен ары қарай мәселені көтеріп, осындай кәсіпкерлермен қаулының орындалуына бір мәмілеге келеміз деп ойлаймын.